Сәлеметсіздер ме? Бүгін құқықтану мамандығына экономика негіздері пәнінен экономикалық жүйе және оның түрлері мен үлгілері тақырыбында сабақ өтемін. Мен арнайы экономикалық пәндер оқытушысы Алиева Алтын Досболовна. Сабақтың мақсаты, білімділік мақсаты бұл білімгерлерге экономикалық жүйенің мәні мен мазмұны туралы мағлұмат беру. Дамытушылық мақсаты білімгерлердің білімдерін шыңдау, ой өрісін дамыту, пәнге деген қызығушылығын арттыру. Тәрбиелік мақсаты білімгерлерді ұқыптылыққа және жауапкершілікке тәрбиелеу. Сабақтың әдісі баяндау, сұрақ жауап, түсіндіру, топтық жұмыс. Яғни біз сабақ барысында топты 3 топқа бөлеміз. Сол бойынша жаңағы топтық жұмыс жасаймыз. Пікір алмасу және әртүрлі ойын элементтерін қолдану. Сабақтың типі жаңа материалды игеру, сабақтың түрі ақпараттық сабақ, сабақтың көрнекілігі интербелсенді тақта, слайдтар, үлестірме және баспасөз материалдары. Пән аралық байланыс, тарих және экономикалық теория негіздері пәнмен байланысы. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз экономикалық жүйе және оның түрлері, үлгілері. Осы тақырып бойынша бізде жоспар құрылған. Жоспарда мынандай сұрақтар қарастырылады: экономикалық жүйе және оның элементтері. Екінші сұрақ: экономикалық жүйелердің түрлері. Үшіншісі: экономикалық жүйенің үлгілері. Енді қысқаша бүгінгі жаңа тақырыбымыз бойынша мағлұмат бере кетейін. Экономикалық жүйе дегеніміз не? Экономикалық жүйе дегеніміз бұл экономикалық процестер жиынтығы болып табылады. Ол қалыптасқан мүліктік қатынастар мен ұйымдық түрлер негізінде қоғамда жүзеге асырылады. Сонымен қатар экономиканы ұйымдастыру бойынша экономикалық жүйе мынадай түрлерге бөлінеді, жіктелінеді. Біріншісі жабық экономикалық жүйе, екіншісі ашық экономикалық жүйе. Жабық экономикалық жүйе дегеніміз, яғни мемлекеттің шеңберінде ғана жаңағы ішкі тұтынумен шектелінген болып табылады. Ал ашық экономикалық жүйе бұл халықаралық экономикалық қатынастар жүйесінде белсенді жұмыс атқарады. Енді экономикалық жүйе өзінің негізгі формалары бойынша былай жіктелінеді. Бірінші, меншік қатынастардың формалары бойынша 4 түрге бөлінеді екен: дәстүрлі экономика, әкімшіл әміршілдік экономика, нарықтық экономика және аралас экономика. Дәстүрлі экономика дегеніміз бұл ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келетқан дәстүр бойынша артта қалған техника, технологиялармен жұмыс жасау болып табылатын болса, әкімшіл әміршіл экономика дегеніміз, яғни мемлекеттің басқару билігі бойынша бақылау жасалынып отырады, қадағаланып отырады және сол арқылы жоспарланып мемлекет меншігінде жұмыс атқаруды айтамыз. Ал келесі үшіншісі бұл нарықтық экономика дегеніміз, бұл бір жеке меншік, яғни жеке, оған жататындар жеке кәсіпкерлік, еркін бәсекелестік және еркін баға тағайындау болып табылады. Төртінші түрі бұл аралас экономика. Аралас экономика дегеніміз әкімшіл әміршіл экономика мен нарықтық экономиканың бірігіп жұмыс атқаруы, яғни жүзеге асыруын біз аралас экономика дейміз. Енді бізде келесі формасы, жіктелу формасы бұл өнеркәсіп революциясы мен ғылыми техникалық прогрестің даму деңгейі бойынша 3 түрге бөлінеді екен: индустриалды даму дәуіріне дейінгі жүйе, индустриалдық жүйе, постиндустриалдық жүйе. Индустриалды даму дәуіріне дейінгі жүйе дегеніміз, бұған жататындар ауыл шаруашылығындағы натуралды шаруашылық және қол еңбегі басым орын алады екен. Ал индустриялық жүйеде бұл қазіргі техника мен технологияның дамыған заманда тауар ақша қатынастарының негізделуін айтамыз. Постиндустриалдық жүйе дегеніміз, бұл жүйеде негізгі ресурс ретінде ақпарат саналады. Қазіргі кезде мысалы барлығы цифрландырылған және электронды түрде компьютермен жұмыс атқару
болып табылады. Сонымен қатар енді аралас экономикалық жүйенің бірнеше үлгілері бар. Американдық үлгі, жапондық үлгі, шведтік үлгі және қытайлық үлгі. Американдық үлгі бұл нарықтық капиталистік үлгі, бұған жеке меншік нарықтық бәсеке механизмдері толық жұмыс істеді. Ал жапондық үлгіде бұл корпоративтік капитализм үлгісі болып табылады. Бұда капиталдың көбеюі, қорлану мүмкіндігі, мемлекеттің белсенді реттеу рөлі жатады екен. Ал шведтік үлгіде бұл әлеуметтік үлгі болып табылады. Мұнда кәсіпкерлердің бәрін қолдайды, бәріне пайда табуға жағдай жасалынады. Ал қытайлық үлгіде бұл бір жағынан нарық механизмі, экономиканың мемлекеттік емес секторының, екінші жағынан жоспарлау негізінде мемлекеттік реттеу үлгісінің жұмыс атқаруы. Енді бүгінгі сабағымызды бекітетін болсақ, қорытындылайтын болсақ, біз мынандай бірнеше ойын элементтерін алдық. Соның ішіндегі бірінші бізде ойын элементі сәйкесін тап ойыны. Бұл ойынның шарты мынау сол бағандағы терминдердің анықтамасын оң бағаннан табу керек. Мына жерде экономика, экономикалық жүйе, ашық жүйе, жабық жүйе, аралас экономика деген терминдер берілген, және олардың анықтамасын табу. Экономика дегеніміз қоғамдық шаруашылықтың даму заңдары жөніндегі ғылым болып табылса, экономикалық жүйе өндірісті тарату, алмастыру және материалдық емес игіліктер мен қызметтерді қалыптастыратын шаруашылық қатынастар мен өзара байланысатын біріккен жиынтық болып табылады екен. Ашық жүйе дегеніміз бұл тауар шаруашылығы айтуға болады. Мысалы, сол өзінің байланысын үнемі басқа өндірістік бірлестіктермен байланыстыра отырып кеңейтетін жүйені айтады екенбіз. Ал жабық жүйе дегеніміз өзінің шаруашылық қызметін белгілі бір шектеу арқылы, яғни бағана айтып кеттік, біз мемлекет ішінде ғана, тек шет мемлекеттерде емес, өзіміздің ішіміздегі ішкі өнімдеріміз арқылы шектеуді айтамыз. Енді келесі біздегі ойын түрі бұл экономикалық домино ойыны. Ойынның негізгі шарты жаңағы 3 топқа бөлеміз дедік. Топты, сол 3 топтың 3 топ білімгерлеріне қима қағаздар үлестіреміз. Ол қима қағаздарда арнайы сөздер беріледі. Сол сөздерден сөйлем құралу керек. Мысалы, күнделікті, экономикалық жүйе, қатынастар деген сөздер берілетін болса, бір қима қағаздың өзінде соны біріктіріп осындай сөйлем құрайды екен. Мысалы, бірінші сөйлем күнделікті экономикалық өмірде адамдар арасында қатынастар әрқашанда белгілі экономикалық жүйе ретінде қызмет жасайды. Келесі қима қағазда міне 3 топқа сонда 3 түрлі жағдай қима қағаз беріледі. Оның ішінде әр түрлі сөздер беріледі. Сол сөздерді біріктіру арқылы сөйлем құрау. Келесі ойынымыз сен маған, мен саған ойыны. Бұл ойынның негізгі шарты, жаңа біз 3 топқа бөлдік қой топты. Сол 3 топтың бір-біріне деген осы бүгінгі өткен жаңа сабаққа байланысты 2 сұрақтан бір-біріне қою. Мысалы, әр дұрыс жауапқа 1 ұпайдан беріледі. Мысалы, бірінші топ 2-ші топқа қояды, 2-ші топ 3-ші топқа, 3-ші топ 1-ші топқа 2 сұрақтан бүгінгі өткен тақырып бойынша қойса болады. Келесі бізде кім зерек ойыны. Бұл ойынның негізгі шарты экономикалық жүйе типтерінің артықшылықтары мен кемшіліктеріне тоқталып, қысқаша мағлұмат беру. Бағана біз айтып кеттік, экономикалық жүйенің 4 түрлі типі бар. Біріншісі дәстүрлі экономика, әкімшіл әміршіл экономика, нарықтық экономика және аралас экономика. Осылардың артықшылықтары және кемшіліктері туралы білімгерлер мағлұмат беріп кетеді. Енді келесі
Бүгінгі сабағымызды бағалау, яғни сабақ барысында білімгерлердің сабақта көрсеткен жетістіктері мен кемшіліктеріне байланысты бағаланады. Үй тапсырмасы бойынша, жаңа тақырып бойынша және жаңа тақырыпты бекіту бойынша бірнеше ойын элементтерін қарастырдық. Сол бойынша біз баға қоямыз. Одан кейін үйге тапсырма береміз. Үйге тапсырма экономикалық жүйелер және олардың үлгілері. Одан кейін Қазақстан Республикасының экономикалық жүйесі тақырыбында материалдар жинақтап келу. Назар аударғандарыңызға рахмет. Бүгінгі сабағымызды осымен аяқтаймыз.